Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Максутова Жансәуле Артур қызы. Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгін мен сіздермен өзара бағалау туралы сөз қозғамақпын. Өзара бағалау оқушылардың бір-біріне жәрдемдесуіне және бір-біріне баға беру нәтижесінде жұмыстарын жетілдіруіне бағытталған. Өзара бағалау нәтижесінде оқушылардың жақсы жұмыс қандай болу керек деген ұғымы пайда болады. Өзара бағалау кезінде оқушылар коммуникация, дәлелдер іздеу, аргумент келтіру, сыни ойлау сияқты дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік алады. Сонымен бірге өздерін сарапшы және бір-біріне баға беруші ретінде сезіне алады. Төрт тілдік дағдының қайсысы болмасын, өзара бағалауды тиімді ұйымдастыруға болады. Әсіресе айтылым дағдысы бойынша топтық жұмыстарды ұйымдастырып, оқушыларға жобалық жұмысты ұсынатын болса, дайын дескриптор бойынша оқушылар бір-бірін өте тиімді бағалай алады. Мысалы, екінші тілді игеруші 7-ші сынып бағдарламасында қазіргі заман құндылықтары кім боламын атты бөлім бар. Осы бөлім негізінде ең қызықты мамандық сабағында осы тақырыпта жоба ұсынылды. Әдетте жобаның көлемі, берілетін уақыты әртүрлі болады. Бұл жолы сабақ барысында берілген жобаның тек қана 20 минут көлемінде орындау тиіс болды. Бағалау критерийіне сәйкес оқушылар мұғаліммен бірге дескрипторларды дайындап алды және осы дескрипторлар бойынша тапсырмаларды орындап, әр топ келесі топқа баға беруге мүмкіндік алды. Жалпы топтық жұмыстар оқушылардың ынтымақтастығын арттыруға, шығармашылығын нығайтуға, сонымен бірге бір-бірін тыңдауға және бір-біріне баға беруге мүмкіндік алады. Топтағы 4-5 оқушы өздерінің жақсы көретін істермен айналысуына мүмкіндік бар. Себебі біреуі сурет салатын болса, біреуінде өлең шығару қабілеті болуы мүмкін, біреуі шығармашылыққа өте жақын болуы мүмкін. Сол себепті оқушылар түрлі қызметтерді атқарып, бір ортақ жұмысты ұсына алады. Қызықты мамандық жобасы орфоэпиялық нормаларды сақтау айтылым дағдысы бойынша ұсынылды. Бұл жерде лепті және хабарлы сөйлемдерді құрастыру негізге алынды. Оқушылар, біз бүгінгі сабақта ең маңызды мамандық атты қысқа мерзімде орындалатын жобаны орындаймыз. Осы жобаны біздер топтармен орындаймыз, яғни 3 топта әрқайсыңызға бір-бір мамандықты таңдауға тура келеді. Енді осы жобаның шарттарымен сіздер таныстырып өтейін. Содан кейін осы талаптарға сәйкес дескрипторларды құратын боламыз. Енді мұқият тыңдаңыздар. Жобаға мынандай талаптар қойылады. Мамандық туралы өзіміз жұмбақ шығарамыз. Бұған сіздер қандай дескриптор құра аласыздар? Жақсы, аңсар? Менің ойымша, жұмбаққа кемімен 4 сөйлем керек деп ойлаймын. Жақсы, егер сөйлем түрінде болатын болса 4 сөйлем, ал өлең түрінде болатын болса қалай? Неше? 1 шумақ. Жақсы, иә? Жақсы. Келесі талабын тыңдай қойыңыздар. Осы таңдаған мамандықтарыңыздың тарихына шолу жасаңыздар. Егер де тарихын білмейтін болсаңыздар, онда болжаммен айтуға болады. Не себепті бұндай мамандық дүниеге келді? Бұны қанша сөйлеммен бере аласыздар? Иә? Менің ойымша, біз осы дескрипторға 3 сөйлемді бере аламыз. Қалғанымыз келсе аламыз ба? Тағы да? Кемінде 3 сөйлем. Кемінде 3 сөйлем жаза аламыз қондай? Мамандықтың тарихына 3 сөйлеммен жауап беру. Бұл мамандықтың артықшылығын, оның неге ерекше болғанын атап айту керекпіз. Бұған не дей аласыздар? Бұл қандай дескриптор құруға болады? Бұл мамандықтың артықшылығын, оның неге ерекше болғанын атап айту керекпіз. Бұған не дей аласыздар? Бұл қандай дескриптор құруға болады? Лепті сөйлемдермен сипаттау. Қанша сөйлем болсын? Тағы кім айта алады? 3
3-4 сөйлем. Не қоса аласың, Әсел? Кемінен деп ойлаймын. Кемінде 4 артықшылығын атап беру керек. 4 артықшылығы тым көп емес пе? Көп емес, иә? Лепті сөйлеммен айту қиын емес пе? Жоқ, лепті сөйлеммен кішкене қиындау болуы Мүмкін, сондықтан табарлы сөйлем. бір лепті сөйлем жеткілікті. Жақсы? Онда мамандықтың артықшылығын қанша хабарлы сөйлем? Бір лепті сөйлем және сосын 3 хабарлы сөйлеммен не істеу? Жақсы сөйлеммен. Әрине, бұл кемінде. Келесі, әрине біздер топпен жұмыс жасайтын болғандықтан, мен талаптарын кішкене көбейтуге тырыстым. Келесі, мамандықты не себепті таңдадыңыздар? Тақырыбы ең маңызды мамандық. Оған қалай жауап беруге болады? Я, Индира? Бір сөйлеммен айтуға болады, е? Бір себепті. Бір себеп жеткілікті ме? Кемінде бір себеппен айту керек, е? Соңғы талап бойынша дескриптор құрайық. Мұнда сол таңдаған мамандықтарыңыз бойынша танымал тұлғаларды анықтау. Қандай танымал тұлғалар бар? Олар қоғамға қандай қызмет атқарды, қандай пайдасын тигізді? Қанша тұлғаны енгізуге болады? 5-10. Ол тым көп емес пе тағы да? Кемінде 4 тұлға жүретін бар шығар. Мүмкін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Менің ойымша 4 тұлға. Ең азы бізде Аңсар айтты, 3 тұлға, 5 тұлға, одан да көп. Онда біздер кемінде 3 тұлғаны анықтау. Я, Аңсар, сенің ойың қандай? Сол тұлғаны, әр тұлғаны сипаттауымыз керек пе, әлде жай атауымыз керек пе? Меніңше, о әр тұлғаның қандай пайда қосқан айтуға да болады, я? Немесе атауға да болады. Жақсы, я? Енді дескрипторларды біздер қалай құрдық? Талаптар бойынша, және мен жалғыз өзім құрдым ба? Бәріміз бірге құрдық, бәріміз келістік. Сондықтан бұл дескрипторлардың барлығы сіздерге таныс қой. Солай ғой. Енді олай болса іске кірісейік. Әрқайсымыз топта өзіміздің ойымызды айтайық, және бір мамандықты таңдап, осы дескрипторлар бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Сіздерге 20 минут көлемінде уақыт берем, және кейін топ бойынша бәрімізде сөйлеу қажетпіз. Біз сізге өзіміздің жобамызды дайындадық. Оны жұмбақтан бастаймыз. Жұмбақ, тыңдаңыздар. Қалпағы ақ қарасан, дәрігер емес бірақ ол. Дәм мәзірін қаласан, алға беріп тұрады ол. Тамерлан? Бұл даяшы? Жоқ, қате. Менің ойымша ол аспаз. Дұрыс, Аңсар. Демек, сіздер аспаз туралы айтасыздар. Ең алдымен мен аспаздың тарихымен таныстырғым келеді. Аспаз мамандығының тарихы адамның ақылмен бірге пайда болды. Тағамдар тарихы жартылай піскен етпен және балықтан басталады. Ең бірінші кәсіби мамандар 2600 жылы біздің ғасырдан бұрын Крит аралында пайда болды. Қазіргі уақытқа дейін осы кәсіп жақсы дамыған. Бұл мамандықтың артықшылықтары ешқашан аш болмайсың, басқа елдерде кәсіби маман бола аласың, және ол ең тәтті және жақсы мамандық. Бұл мамандық таңдадық, өйткені ол өте қызықты және
Бұл мамандықта өмір бойы әртүрлі пісіру техникаларымен тамақ пісіресің. Ең танымал аспазшылар: Гордон Рамзи, Джеймс Оливер, Ален Дюкас, Поль Бакюс, Эктор Хименес Браво. Менің сұрақ қойып келеді. Неге аспаз болсаң, басқа елдерде танымал маман болуы мүмкін, бірақ өзіңнің еліңде неге бола алмайсың? Сен өте жақсы, керемет аспаз болсаң, сені басқа елдерге, басқа мейрамханаларға жұмысқа шақырады. Енді осы топқа баға беріп көрейік, дескриптор бойынша. Бұл топқа баға беруші сіздің тобыңыз болмақшы. Біздер топпен талқылай келе осындай шешімге келдік. Біздің ойымызша осы топ дескриптор бойынша барлық тапсырмаларды орындады. Біріншіден олар мамандық туралы 4 жолды жұмбақ құрастырды. Өте қызықты болды. Екінші дескриптор бойынша олар мамандықтың тарихын 3 хабарлы сөйлеммен емес, 4 хабарлы сөйлеммен сипаттаған. Өте керемет. Және үшінші дескриптор бойынша олар мамандықтың артықшылығын 4 сөйлеммен сипаттаған, 2 лепті сөйлеммен және 2 хабарлы сөйлеммен сипаттаған. Және төртіншіден олар бір себепті келтірген. Және де 5 танымал тұлғаны атаған. Бірінші топтағыдай біз өзіміздің жобамызды жұмбақтан бастаймыз. Іш ауырса, тіс ауырса, маған дәрі береді. Барлық ана, барлық бала оны жақсы көреді. Кім ол? Анель. Менің ойымша ол дәрігер. Дұрыс. Біздің тобымыз дәрігер мамандығын қарастырды. Ең біріншіден оның тарихы туралы айтайық. Біздің заманымыздың бұрын адамдар жарақаттанған адамдарды шөптермен, өсімдіктермен және тағы басқа әдістермен емдеді. Сол медицина бүгінгі күнге демін соқталды, бірақ медицинаны ресми құраған адам ол Гиппократ болған. Ал енді артықшылықтарына келейік. Бірінші артықшылық адамдарға жақсылық жасау, танымал болуға мүмкіндік, жоғарғы еңбекақы, қоғамнан құрмет, және де мыңдаған өмірлерді құтқаратын мамандық болып, дәрігер мамандығы саналады. Келесі артықшылық басқалар үшін жасалған көмек жан тыныштығына әкеледі. Келесі жасалған жақсылық өзіңе қайттан келеді. Ең соңғы артықшылық басқалардың өмірлері үшін маңызды болу. Біз сол мамандықты, дәрігер мамандығын, оның артықшылықтарынан және ол адамдарға өте маңызды мамандық деп ойлаймыз, сондықтан соны таңдадық. Ал енді танымал тұлғаларға келейік. Біз 6 танымал тұлғаларды жаздық. Олар Гиппократ, Платон, Аристотель, Гален және Цельс. Бірақ ол тек қана 5 дәрігерлер. Ал 6-шы дәрігер ол Бенджамин Соломон Карсон болған еді. Ол туралы фильм түсірді. Фильм атауы «Алтын қолдар Бен Карсонның тарихы». Сол адам сиам егіздерді бөлген ең бірінші адам болған еді. Оның әйелі Канди Карсон болған. Сол дәрігерлердің, Бенджамин сияқты дәрігерлердің жақсылықтарынан біз оны құрметтеуіміз керек және оны есімізге түсіруіміз керек. Гиппократ ол 460 жылы біздің заманымыздан бұрын туылды және 370 жылы мерт болды. Ол Кос аралында туылған және Гиппократты медицинаның атасы әлде әкесі деп атайды.
Олар дәрігер туралы жұмбақты айтты, және осы жұмбақ дәрігерге сай келді. Мамандықтың тарихын 3 хабарлы сөйлеммен дескрипторға сәйкес сипаттады. Олар неге бұл мамандықты таңдағанын 2 себебін айтты. Бұл мамандықтың артықшыларын 8 сөйлеммен атап шықты. Және олар 6 танымал тұлғаны таңдап, олар екеуі туралы көп ақпарат берді. Бірақ та мен оларға қазақстандық қазіргі уақыттағы дәрігер туралы айтсын деп айта аламын. Өздеріңіз көріп отырғандай, оқушылар бағалау критерийіне сәйкес дескрипторларды мұғаліммен бірге құрды, және осы дескрипторлар бойынша жобалық тапсырманы бірге орындады, шығармашылықпен орындады, және бір-бірін осы дескрипторлар бойынша бағалай білді. Оқушылардың арасында ұсыныс білдіргенде кейбір кемшіліктерге тоқталған оқушылар да болды. Бұл оқушылардың сыни ойлауын, берілген тапсырмалар бойынша дәлелдер іздеуіне мүмкіндік туғызды.